2025 жыл жеке кәсіпкерлер ай сайын қанша салық төлеуі қажет? Сәлем достар, егер де сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, онда бұл видео сіз үшін арналады. Себебі қазір сіздерге ай сайын жеке кәсіпкер құятын міндетті төлемдерді көрсететін боламын. Ол төлемдер 2024 жылы 18.700 теңге, кем дегенде осы сумманы құраған. Ал биыл ол көбейді, яғни 20.825 теңгені құрады. Оны төлеу үшін біз өзіміздің Казпи-ге кіреміз, налоги бөліміне өтемін. Мұнда барлығы деп басамын. Осында өзіңізге жеке кәсіпкер ретінде жұмысшыңызға деп көрсетіліп тұр. Егер де сіздің атыңызда тіркелген жұмысшы болса, онда оларға жеке құясыздар. Мен қазір жеке кәсіпкер ретінде деп басатын боламын. Мұнда 2024 желтоқсан айы деп тұр. Яғни сіз алдыңғы айдың төлемдерін, мысалға желтоқсан айы болса, биылғы жылдың қаңтар айының 25-іне дейін төлеп құюыңыз қажет. Менде ол төленген. Енді қазір қаңтар айына құятын боламыз. Чот дейді, яғни Казпи-дің чот номері, ол автоматты түрде шығып тұр. Налогтық режимді көрсетеміз, упрощенка деп. Төлем мерзімі мен қазір қаңтар айы, яғни 2025-тің қаңтар айы деп таңдаймын. Ең бірінші зейнетақы қоры кем дегенде 8,5 мың теңге. Жұмыс берушінің зейнетақы қоры 2025 теңге. Әлеуметтік төлемдер 4250 теңге. Медициналық сақтандыру ол 5950 теңге. Яғни мұнда қарасаңыздар, оп-оңай барлық суммалар автоматты түрде шығып тұрады. Тек қана сіз соны жазып көрсетесіздер. Егер де сіздің қандай да бір жеңілдігіңіз болса, онда льгота деп басамыз. Яғни пенсионер болсаңыз, кейбір жағдайда сіздің жеке кәсіпкеріңіз ата-анаңыздың пенсия жасындағы үлкен кісілердің атынан ашылса, онда сіздерге жеңілдік болады. Және де мүгедектер, сондай-ақ 6 және одан көп балалары бар көп балалы аналар бізде жеңілдікті ала алады. Бізде онда жеңілдік жоқ, қоймаймын. 20.825 теңге шықты, оплатить деп басамын. Бұл төлемдер жұмыс күні алынатын болады. Кем дегенде 1 немесе 3 күн ішінде төленеді. Сондай-ақ жеке кәсіпкерлер жылына 2 рет есеп тапсырып, сондай-ақ налог төлеуі қажет. Ол түскен табыстың 3%-ын құрайды. Бұл жерде есептерді 2024 жылдың 2-ші жартыжылдығына ақпан айының 15-іне дейін тапсырасыздар, ал налогты жаңағы 3%-ды ақпан айының 25-іне дейін төлеп қоюларыңыз қажет болады.